Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде әдебиетті оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алтын мүйізді киік ертегісі. Сабақтың оқу мақсаттары: кейіпкерлердің портретін сипаттап, оның іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен табасыздар. Көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуын және аяқталуын анықтайтын боласыздар. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мынадай тапсырма беремін. Жер астында қала болуы мүмкін бе? Осы сауал бойынша өз ойларыңызды бөлісіңіздер. Жарайсыздар балалар. Әрине, мына суреттер топтамасына қарай отырып, біз жер астында қала бар екенін білдік. Ендеше балалар, ертегіні мұқият тыңдайық. Алтын мүйізді киік. Ертеде Бұлдыр мерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген қарулы, ақылды, ержүрек адам екен. Bir күні ол аңға шығады. Орманды таудар алайды, шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп дем алады. Бұлдыр мерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе, байқамапты, бұлақтың арғы жағасында үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Шаңырақта екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды, тіпті көз қаратпайды. Бұлдыр мерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарайды. Шын киік, екі мүйізі қарағайдай жарқыраған алтын екен. Мерген атып алмақ болып мылтығын кезейді. Сол кезде алтын мүйізді киікке тіл бітіп, "Сабыр ет, мерген" деп Бұлдыр мергенді тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп бұрын соңды мұндай кереметті көрмеген екен. Қатты таң қалады. Алтын мүйізді киік әп-сәтте алтын мүйізді ақ сақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды. Ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдыр мерген ештеңе демей, таңырқай, таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдыр мерген деген атақты аңшы батыр бар деп естіп, соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе, балам, деп сұрайды ақ сақалды шал. Отағасы, ендеше сол Бұлдыр мерген мен боламын, дейді аңшы. Олай болса, балам, сен іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз. Менің балам жер астындағы елдің ханы еді. Мен туған әкесімін. Қаламызға жақын жерде терең бір сай бар еді. 20 жыл болды, соны бір жеті басты айдахар мекенде болды. Жұма сайын бір ұл, бір қыз 10 қой салық алғызып жейді. Салымға көнбесең бүкіл ел жұртыңды қаласымен қоса жұтамын дейді. Оның үстіне сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір тірі жанды құтқармайды. Соған ешкімнің күші жетпейді. Оны тек Бұлдыр мерген ғана жеңет деген соң халқымызға бір жақсылық болу ма деп сені іздеп шығып едім, дейді ақсақалды шал жылап. Малға ұжағып айдаһар жатқан сайға жібермедіңіздер ме? Соны жұтса олап өлмес пе еді, дейді Бұлдыр мерген ойланып. Оны да жасап көрдік, балам. Жауыз удан өлмеді. Жұртымызды жұтып тауысатын болды. Қолыңнан келсе көпшілік үшін аянба шырағым, дейді шал өтініп. Жарайды деп Бұлдыр мерген сауыт сайманын сайлап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жердің үстімен астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдыр мерген бойына бар күш қуатын жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алатты айдаһар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы сонша таудың екі бетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдыр мерген қаһарланып, семсерді қолына көлденең ұстап, күштілеппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ алып барады. Өткір семсер жауыз жыланның екі езуін тіліп, құйрығынан бір-ақ шығарады. Ортасынан қақ бөлінген айдаһар қимылдауға шамасы келмей өледі. Алай-түлей соққан боранда тына қалады. Боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт шат-шадыман қуанышқа бөленеді. Бұлдыр мергенді қоршап алып қошеметтеп қаласына алып келеді. Ұлан асыр той жасайды. Алтын мүйізді шал, балам, сен өзің жалғыз екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние байлық та мол. Сенен досында қал деп отау тігіп түтін түтет, дейді Бұлдыр мергенге. Бұған мерген көнбейді. Менің аш арық ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап мен мұнда
Өз басымның қамын күйттеп қала алмаймын дейді. Бұлдыр мергеннің мұнда қалмасына көз жеткен алтын мүйізді шал оған ханның қазынасынан көп алтын, асыл дүние сыйға тартып, аулына аттандырған екен. Осыдан соң бұлдыр мергеннің ауылы да әлденіп, күн көрісін жөндеген екен дейді. Ертегіні тыңдап болсақ, балалар, ертегі желісі бойынша оқулықпен жұмыс жасайық. Алдымен мына сұрақтарға жауап береміз. Алтын мүйізді ақсақал бұлдыр мергенді не үшін іздеген? Жер асты елінің мекені қандай деп ойлайсың? Бұлдыр мергеннің кейпін суреттей аласың ба? Осы суреттерге сүйене отырып, ертегіні әңгімелеп бер. Жарайсыңдар, балалар. Ертегі кейіпкерлері сіздерге таныс болса, мына жұмысты орындайық. Бұлдыр мергеннің киімі, аңшылығы, батырлығы, халқына құрметі туралы сипаттап дәптеріңе жаз. Балалар, киік сөзі сіздерге таныс па? Ендеше есіңе сақта. Киік жұп тұяқты жануар. Киікке байланысты аңыз әңгімелер, теңеулер жиі кездеседі. Мысалы, қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған. Киіктің киесі бар деген ұғымдар халық арасында кеңінен таралған. Киіктеп халық көбінесе ақ бөкен мен қара құйрықты айтады екен. Балалар, осы тұста шығармашылық жұмыс жасап көрейік. Жер асты қаласына алтын мүйізді киіктің мүсінін орнату керек болса, мүсіншіге қандай кеңес берер едің? Дәптеріңе жаз. Ыбырай Алтынсарин бала кезінде 3 жастан 12 жасқа дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін ертегіден алады деген екен. Ертегі десе елең етпейтін бала жоқ. Балалар, ертегіні бар ықыласпен тыңдап, қайталап айтудан жалықпаңыздар. Сіздерді ертегіні қызығып оқуға, адамның асыл қасиеттерін бойларыңа сіңіріп, әрдайым ерлік жасап, ақылды болуға шақырамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.